Өте оңай, үйдегі бар заттармен дайындалатын заварной крем дайындаймыз. Ол үшін бізге жарты литр сүт, 180 грамм қант, 2 жұмыртқа және 2 ас қасық ұн қажет. Және 180 грамм сары май қажет. Бұл жерде менде бар шедевр болды, 72%. Ең алдымен үстімізге шекерімізді салып толық араластырамыз. Бұл кремді газда не плитада кішкене қайнағанша ұстап дайындаймыз. Сол үшін бірден осындай газға қоятын, не плитаңызға қоятын осындай ыдыспен дайындасаңыз болады. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, тағы да толық араластырамыз. Бұл кремді Наполеон торттарға, медовик торттарға және бисквитпен дайындалатын торттарға қолдансаңыз болады. Өте тез дайындалады, балалар да ұнатып жейді. Сосын 2 ас қасық ұнымызды арнайы илеуіштен өткізіп саламыз да, ұнымыздың түйіршіктері жазылғанша толық осылай венчикпен араластырамыз. Ешқандай блендердің қажеті жоқ. Тек жақсы араласса болғаны. Осыны толық араласқаннан кейін газымызға қойып толық қайнатпаймыз, тек қайнағанша ұстаймыз. Ұнатсаңыздар, ванилин қоссаңыздар болады. Мен өзім ұнатпағандықтан ванилин қоспадым. Газға қойғанда осылай үнемі араластырып отыру қажет. Құрамында ұн болғандықтан. Міне осылай беті жыбырлап қайнайын деп келе жатқан уақытта астын сөндіріп аламыз. Сосын үстіне сары майымызды саламыз. Сары май алдын ала холодильниктен шығарылып еріген болуы қажет. Осылай сары май толық араластырамыз да, бетін кішкене пленкамен жауып, кішкене 10-15 минутқа тұрып, сосын жаңағы дайын болған бисквитіңізге не корждарыңызға салып, арасына жағып жасай бересіздер. Міне осындай сұйықтықта шығады. Дәмі де өте әдемі болып шығады. Бұмен жасаған тортыңызды міндетті түрде холодильникте 2-3 сағатқа қойып қойсаңыз, крем арасына жақсы сіңіп жұмсақ болады.